Мантының қамырын алғаш рет жасап жатырсыз ба? Онда бұл видео сіз үшін. Қамыры жыртылып кетпейтін, салмасы сочный манты дайындаймыз. Ендеше ыдысымызға ыстық су құямыз. Ыстық су құямыз. Үстіне тұз саламыз да, осыны лопатканың көмегімен араластырамыз. Үстіне сұйық май саламыз. Лопаткамен араластырмасаңыздар, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Жұмыртқамыз пісіп қалмас үшін бірінші ұнды кішкене салып, осылай видеодағыдай араластырып аламыз. Үстінен тағы да ұндарды сала отыра қаттылау қамыр илейміз. Орташадан сәл қаттылау болу керек. Енді бетін жауып, тыңғанша қоя тұрамыз. Ары қарай салмасын жасауға кірісеміз. Ең алдымен майдалап пиязымызды турап аламыз. Картобымызды барлығын тура видеодағыдай турап аламыз. Және айта кететінім, салмасы сочный болу үшін пиязымызды осы видеодағыдай қолымызбен қатты қысып согын шығарамыз. Ары қарай арасында осы салмасын дайындап жатқан кезде қамырымызды да қайтарып тұруымыз керек. Сонда тынып әдемі болып жайылуға ыңғайлы болып тұрады. Осылай менде 2 зуала шығады. 2 зуаламыз бізде 1 мантаварка манты шығады. Енді картобымызды да тура 4 бұрышты майдалап тураймыз, кубиктап. Майда болу керек. Және үстінен зира қосамын. Фаршымызды саламыз. Майлы фаршымызды және қара бұршымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Егер салмаңыз су ағып тұратындай бір сочный болсын десеңіздер, азырақ сұйық май құй жеріңіздер. Себебі картоп майдың бәрін сорып алады, сондықтан сухой болып қалуы мүмкін. Енді бізде 2 зуала қамыр болғандықтан фаршты бірден 2-ге бөліп қоямын. Енді қамыр жаюға кірісейік. Қамырымыз осылай тынып, әдем болып, жайылуға ыңғайлы болып тұр. Егер алғаш рет қамыр жайып жатқан болсаңыз, тура видеодағыдай қайталаңыз. Ең бірінші қолыңызбен басып қамырымызды бір шама үлкейтіп аламыз. Қайталап көріңіздер, негізі қамыр жаю қиын емес. Осылай видеодағыдай қолыңызбен істемей қойыңыз, тек сіздерге көрсету мақсатында осылай көрсеттім. Тек ортасын ғана жайып, бір шама үлкейтіп аламыз қамырымызды. Бұны мен тек енді қамыр жайып жатқан қыздарға кеңес ретінде айтып жатырмын. Егер өзіңіз жақсы жайылатын болсаңыз, әрине өзіңіздің техникаңызбен пайдаланасыз. Шет-шетінде тура видеодағыдай жайып, үлкейтіп аламыз тағы да. Енді кезекте оқтауымызға кішкене ұн сеуіп, қамырымызға оқтауымызға ораймыз. Қамырды баспаймыз, тек қана оқтауының шетін баса отырып, тағы да қамырымызды бір шама үлкейтеміз. Бұл жерде айта кететіні, ашқан кезде жанымызға қарай жібереміз, орайтын кезде алдымыздан ораймыз. Сонда сағат тілмен айналдыра отыра қамырымызды жұқа болғанша жайып аламыз. Мен мантының қамырлары бір тегіс болу үшін 11-11 етіп қағаздан осылай 4 бұрышты қылып қырқып алам. Енді осыны мантының 4 бұрышты қылып кесіп аламыз мантыға өзімізге ыңғайлы формада. Міне қарасаңыздар, бір келкі әдемі болып кесіліп жатыр. Осыны тура видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Немесе шетінен жайсаңыздар да болады. Менде фаршым тура жету үшін осылай жайып аламын. Қатып қалмау үшін тез түйіп ұстауларыңыз керек. Егер түйуді білмесеңіздер, осы видеоны қайталап қараңыздар. Екі шетін бір-біріне қысып, екі жанын бір-біріне қысып, осындай мантының формасын жасаймыз. Осымен сочный мантымыз дайын. Осыны ортасын кесіп көрсетпеппін. Енді дәмі деген керемет болып шықты. Сіздерге пайдалы болғаныма қуаныштымын.